Естірім оқушылар. Сәлеметсіздер, ұстаз. Көңіл-күйлерің қалай? Керемет. Кәне онда ортаға шығайық. Шатақ шеңберінде тұра қояйық, а? Кәне, бір-бірімізге көңіл-күйімізді көтеру үшін жақсы тілектерді айтып жіберейік, а? Түртемес алғанымызға тілектеспін. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсінуге тілектеспін. Бүгінгі тақырыпты беспектеп алуға тілектеспін. Бүгінгі тақырыпты жақсы меңгеруге тілектеспін. Кәне, көңіл-күйімізді көтеріп алып, енді бәріміз отырайық. Мына себетшеде түрлі парақшаларымыз бар. Соны бір-бірінен алып, топқа бөліп аламыз, ә? Кән? Ала қой. Кән? Кім бар? Ала қой. Айым ал, дұрш ал. Жақсы үстінде өсімдік тектіңізге. Жайғасаңыз, бұл үстінде домырықты ойыншіктеріне отырамыз. Жайғасалай. Жасыл үстінде өсімдік тектес, ал қызыл түске келер домырықты ойыншіктері. Соның атының несі болды, белгісі болды. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың ұлттық ою-өрнектерін арналған. Яғни ою-өрнекпен танысу білім болып табылады. Қазақтың ұлттық ою-өрнектері ол біздің сандық қолданбалы көркем өнеріміз болып табылады. Және де ою-өрнектерді қай жерде көресіңдер сендер? Көбінесе қай жерде көріп жүрсіңдер? Кім айтады? Білем айтыңдаршы, кім? Ою-өрнектер көбінесе киім-кешектерде, көрпешелерде тақияларда. Кейін тұрмыстық бұйымдарда да кездесетін, а? Кім айтады? Қандай киімдерді сандық қолданбалы бұйымдарды не алады екен, кән? Кім? Қымбат, сен айтшы, кән? Қандай бұйымдарды кездесетін тағыда? Қазақша көйлектер, сандықта және көрпешелерде. Қазақтың ұлттық ою-өрнектері ол біздің көркем өнеріміз. Біз осы көркем өнерімізбен мақтанамыз. Және де бұл ою-өрнектер төрт топқа бөлінеді екен. Зомырықты, өсімдік тектес, космологиялық, геометриялық төрт топқа бөлінеді екен. Ал зомырықты ою-өрнектерге қошқар мүйіз, қос мүйіз, айшық және бөлінеді екен, түйе табан көп бөлінеді екен. Ал өсімдік тектеске ағаш ою, гүл ою сөйтіп бөліне береді екен. Ал ғарышқа жұлдыз құрақ, айшық, тағы қандай нелер не болады екен? Жұлдыз құрақ, иірім, сондайлар бөлінеді екен. Ал геометриялыққа үш бұрыш, төрт бұрыш, тағы қандай? Балдақ болып бөлінеді екен, а? Сөйтіп бүгінгі тақырыбымыз ою-өрнектерге арналады. Енді біз практикалық жұмысымызды бастамас бұрын не істейміз? Қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайық, а? Кәне, өсімдік тектес тобынан кім айтады? Инені арнаулы қобдишада сақтау керек. Инені киімге қыстыруға болмайды. Тігіс кезінде жіпті тіспен үзуге болмайды. Және инемен жұмыс кезінде инені оймақ киген дұрыс. Және инені тістеп отыруға болмайды. Және тоқтасқан инемен жұмыс жасауға болмайды. Және ол бізге жұмыс жасауымызға кедергі жасайды. Отыра қой. Енді зомырықты тобынан Қайшыны аралық қобдишада сақтау керек. Қайшыны жұлдызға үш құрышымен бермеу керек.
қайшыны ашып қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшымен жұмыс істеп жатқанда көңіл бөлген жарамайды. Қайшыны жоғары қарай көтерме. Келесі. Түптеу алдында өткізгіштің үзілген делінген жерлерін тексеру қажет. Үтікті мата түріне қарай қыздыруға болмайды. Үтікті арнайы үдеуішке қою керек. Ылғал құмен тоққа қосылған үтікті ұстауға болмайды. Келесі. Электр тігі машинасымен жұмыс істеу. Бірінші, ылғал қолымен тоққа тұруға болмайды. Екінші, тігі машинасын қоспас бұрын толық тексеру қажет. Тігіс тігіп болған соң машинаны өшіріп қою керек. Машинаның қосалқы бөлшектерін ауыстыратын кезде машинаны сөндіру керек. Бесінші, машинада отырған жұмыс жасауы толық білу керек. Міне отырады. Енді бүгін біз практикалық жұмысты бастаймыз. Біз не істейміз? Ою өрнекті бірінші қағазға бастырып аламыз. Сызып, қағазды екі бүктейсіңдер. Одан кейін фетр матасына үлгілерін салып, қырқып, ойып, сәлдеп жабыстырамыз. Bunu қоя қойыңдар, бір ақпараттарын алыңдар. Соған біз не істейміз? Ойып саламыз. Біз сызып алсақ астын. Мыналарды сызып. Соны табесіз көмен. Соны тырқып ал. Тырқып алыңдар. Кейін көмен бастырамыз. Сендердің не алып осындар ма? Көмесін аламыз. Kitapta tur, iki buktep, oyun sürетін alamız. Üçünü alıp alamız. Odan keyin mataga süremiz. Kaçınlar mı? Çıkarız, oyun yolu sızıp alamız deyince. Kan kırkanlığa başlamış, bir boy ona kırıp çıkartıp Біздің қошқар мүйізімізді қалай не қылған? Неге қарап сызған бастар? Қошқардың мүйізіне қарап, осы ойын қылған деген. Біле заманнан келе жатқан оюлардың бірі бұл қошқар мүйіз. Қазіргі заманда ұлттық нақыштағы қошқар мүйізімізді үй жағдайындағы төсеніштерге төсеген. Ойдың жөнін бір түске бояп, текеметке қошқар мүйізден не салған? Ойын салған, не? Үйлеріне бар ма сондай? Кім үйіне бар?
Қандай мүйіз салынған? Ортасына қошқар мүйіз салынып, шетіне балтыр қоюлармен ойылған. Жұмыс жасаймыз барлығымыз. Жылдамдатамыз. Екпеміз қағазды. Kan ayam alınır. Şimdi tekst yapıyoruz. Yapıyorum. Oldu mu? Şimdi yerine bir tabağla. Monçaklarını ademleyip açtırıp 4 can bir yere bağlı kuruşuyor. Ademleyip
Сәлелерді қыздырып алыңыздар. Kan tuttun ba? Kan? Ne bu kadar? Bence sen için şuradan da daha. Ha? İyi. Hoş geldin. Sen acil kami acil ye. Anca oyun varken kazaktın. Oyun yükledin. Birleri. Al. Birden aslan. Türü var ekene oyundun. Sonun kalagan özlerine kalayan oynadı. Sağlık.
Kutkан oyunlarında aldığımızda camlaşını gidecekler. Ata şeylerine yapıp silasında bular. Cümüslerini keşfetip bitirmeye. Hani kızlar olayım oturamız. Yerde ışık tasayım olur mu diyor. Otur. Kapsın mı? Kapsın. Videoga qarab sesinish. Sesinish. Aslida qilgandir. Ötek yeri jasap yazır, domurup dolu, oyuncaklar, ademiler. Bütün tepkide toplarımızdan, laf ve ötek yeri ademi. Şey 10 yıl. Tamam, bu aynı defa.
Basıp dursunlar. Kaç yıldır oynuyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? Bir kutusu var.